Кабинеттің есігі байқаусызда ашық қалғандай сәл ғана қисайып тұрды. Жіңішке жарық сәулесі қараңғы дәлізге түсіп тұрды. Дәл осы сәуле мені тоқтауға мәжбүр етті. Мен тыңдауды жоспарламаған едім, жай ғана ас үйге су ішуге бара жатқанмын. Бірақ іштен естілген сөздер бетімнен шапалақпен тартып жібергендей болды. Иә, бәрі біз жоспарлағандай болып жатыр. Күйеуімнің дауысы суық әрі құрғақ шықты. Дәрігерлер оның көпке шыдамайтынына сенімді. Мен сілейіп тұрып қалдым. Қолымдағы стақан дірілдеп, су саусақтарыма шашырады. Екінші алақанымда 2 капсула жатты. Кішкентай, мөлдір. Күйеуім Олег оларды маған таңертең және кешке әкеліп беретін. Ол мұны дәрумендер дейтін. 1 жылдық некеден мен бұл рәсімге, оның жұмсақ дауысына, көрпемді қымтап, шашымнан сипаған қамқорлығына үйреніп кеткен едім. Үнемі әлсіз жүруге, басымның ауырлығына, терезе сыртындағы әлемнің жоқ болып кеткеніне де үйренгемін. Мен ауыр науқаспын деген ойға көнгендей едім. Бірақ қазір оның дауысы мүлдем басқаша естілді. Жылулықсыз, аяушылықсыз. Бастысы созбау керек деп жалғастырды ол сыбырлап. Ол қазір төсектен де тұрмайды. Бәрі жоспар бойынша. Мен еденнің сықыры мені әшкерелеп қоймасын дегендей, есіктен өте абайлап шегіндім. Жүрегімнің дүрсілі сондай қатты болды, өз ойымды өзім ести алмай қалдым. Жатым бөлмеге жетіп, есікті жаптым да, баяу терезеге жақындадым. Саусақтарым қалтырап тұрды. Мен терезені ашып, ойланбастан капсулаларды төмен қарай лақтырып жібердім. Олар балкон астындағы жұпар гүлдің, сирень, қалың бұтақтарының арасына сіңіп кетті. Оның берген ештеңесін бұдан былай ішпеуге бел будым. Таңертең бәрі әдеттегідей көрінді. Олег жатым бөлмеге подноспен кірді. Онда 1 шыны шай, тоз салынған тәрелке және дәрілері бар кішкене құты тұрды. Ол маған бұрын тыныштық сыйлайтын сол баяғы күлімсіреуімен қарады. Бірақ енді бұл күлкі маған жат көрінді. Қайырлы таң деді ол биязы үнмен. Дәрі ішетін уақыт болды. Мен жұтынып жіберіп, өзімді жымиюға мәжбүрледім. Мен ішіп қойдым, ертерек оянып, тумбочкадан тауып алып, бірден қабылдадым. Ол бір сәтке кідіріп қалды. Оның жанары стақанға, тумбочкаға, менің жүзіме жүгіріп өтті, бірақ кейін қайтадан жымиды. Бәрекелді, ақылдым. Демек, жазылып келесің. Күні бойы мен өзімді әдеттегідей ұстауға тырыстым. Баяу қозғалып, ақырын сөйлеп, әр қадамымнан шаршап тұрғандай кейіп таныттым. Бірақ ішімде бір оғаш нәрсе болып жатты. Денем қарсылық білдіргендей еді. Денемді діріл басып, басым айналды, кейде көз алдым қарауытып кететін. Бірақ сонымен бірге, айлап бойымды жазып бермеген тұман біртіндеп сейіле бастады. Ойым анықтала түсті. Келесі күні ол келгенше дәрілерді тағы да лақтырып тастадым. Бұл жолы ол өзгерісті байқап қалды. Леночка, деді ол төсек жиегінде отырып, баяу дауыспен. Келісейік. Дәріді менің көзінше ішуім керек. Ол бір нәрсені оқығысы келгендей көзіме тік қарады. Сен бүгін боп болсын, қолдарың мұздап кетіпті. Мүмкін мөлшерді көбейту керек шығар. Керек емес деп сыбырладым мен. Маған қазірдің өзінде жақсырақ. Ол басын изеді, бірақ жанары күдікті болып өзгерді. Сол күннен бастап ол жатым бөлмеге жиі кіретін болды. Кейде жанымда үнсіз отыратын, кейде денсаулығым, түстерім туралы оғаш сұрақтар қойып, мені тексергендей болатын. Түндер ең ауыр өтетін. Мен ұйықтап жатқандай кейіп танытып, қозғалмай жататынмын және оның тынысын тыңдайтынмын. Оның әрбір демі мені көрпе астында саусақтарымды түйуге мәжбүрлейтін. Бірде түнде ол төсектен ақырын тұрып, сыртқа шықты. Мен оның кабинетінің есігі сықырлағанын естідім. Мен де баяу тұрып, соңынан ердім. Аяғым әлі де дірілдеп тұр еді. Қабырғаны ұстап, тепе-теңдікті сақтауға тырысып, дәлізбен қадамдап алға жылжыдым. Кабинет есігінің астынан шыққан жарық көзімді қарыды. Мен жанына тоқтап, демімді ішіме тарттым. Олег тағы да телефонмен сөйлесіп жатыр екен, бірақ енді дауысы сыбырға жақын. Бірдеңе дұрыс емес, деді ол. Ол өзгере бастады. Ештеңе жемейді, бірақ шағымданбайды да. Тым мұқият қарайды, оянған сияқты. Мен суық қабырғаға иығымды тіредім. Жүрегім сондай қатты соқты, ол есіктің арғы жағынан еститіндей көрінді.
Процесті тездету керек деп жалғастырды ол. Мен нотариуспен келісіп қойдым. Виктор Сергеевич 2 күннен кейін келеді. Ол әлі есін біліп тұрғанда бәрін тез арада рәсімдеу керек. Ол ақырын күлді. Бір ғана қолтаңба, сонда үйде, бәрі де маған өтеді. Мен көзімді жұмдым. Анам Марина Павловна өткен көктемде қайтыс болған еді. Ол маған бәрін қалдырды. Пәтерді, қала сыртындағы үйді және банктегі бірнеше шоттарды. Сол кезде Олег мені шын жүректен қолдап жүргендей көрінген. Енді түсінікті болды, ол жай ғана күткен. Ол кіріп келе жатқанда мен жатым бөлмеге қайта оралып, көрпенің астына жатып үлгердім. Олег төсектің жанына келіп, үстіме еңкейді. Оның қолынан өткір химиялық иіс шығып тұрды. Бұл менің дәрумендерінен шығатын дәл сол иіс еді. Таңертең мен көптен бері алғаш рет жатым бөлмеден шығуды ұйғардым. Қабырғаларды ұстап жүріп, киім бөлмесіне, гардероб жеттім. Шкафтың түбінде ол мүлдем ұмытып кеткен қорап тұр еді. Ішінде менің ескі коллекциям парфюм құтылары бар еді. Мен оларды көп жыл бойы жинағанмын. Әр құты өмірімнің бір кезеңін еске түсіретін. Мен ауыр хрусталь құтыны алып, қақпағын аштым. Әлсіз ғана жұпар иіс ауаны толтырды. Бұл не серуен? Кенеттен оның дауысы сыртымнан естілді. Мен селк ете қалдым. Олег есік алдында қолдарын айқастырып тұр екен. Мен баяу бұрылдым. Тек бұрын қандай болғанымды еске түсіргім келді. Дәрілердің иісі аңқып кетпес бұрынғы кезімді. Ол менсінбей күлді. Бос шынылардың коллекциясы. Айтпақшы, мен антиквар таптым. Ол мына қоқыстың бәрін сатып алуға дайын. Сені емдеуге ақша керек. Мен ашуымды жасырып көзімді төмен түсірдім. Жақсы, дедім ақырын. Егер көмектессе, сата бер. Ол мұндай жауапты күтпегені анық. Міне, дұрыс, деді ол жұмсақ үнмен. Мен сенің қамыңды ойлап жүрмін ғой. Бірақ ішімде жоспар құрылып жатты. 2 күннен кейін пәтерге нотариус келді. Жас 60-тарға келген, ескі портфелі бар, және ескі қағаздардың иісі шығатын аласа бойлы ер адам. Оның аты Виктор Сергеевич еді. Олег маған қамқор күйеу секілді айналсоқтап жүрді. Елена қазір өте әлсіз, деді ол. Бірақ ауруы асқынбай тұрып, сенімхатты рәсімдеу керек екенін түсінеді. Нотариус маған мұқият қарап, құжаттарды ұсынды. Қолды мына жерге қойыңыз. Мен қаламды алдым. Саусақтарым бұрынғыдай әлсіз емес еді, бірақ мен оларды әдейі дірілдеттім. Қағазға еңкейіп, фамилиямның бірінші әрпін жаздым да, кенет қолымды сілкіп қалдым. Қара сия бетке үлкен дақ болып жайылып, дәл қол қоятын жерді басып кетті. Кешіріңіз, саусақтарым мүлдем тыңдамай тұр, деп сыбырладым. Бір сәт бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Олег кілт түрегелді. Оның жүзі қатып қалғандай болды. Еріндері күшпен жымиғанымен көздерінде ашу ұшқыны жарқ етті. Ештеңе етпейді, деді ол тістеніп. Құжатты қайтадан басып шығаруға болады. Нотариус Виктор Сергеевич наразы болып көзілдірігін жөндеді де, маған мұқият қарады. Кешіріңіз, бірақ менің жұмыс кестем тығыз, деді ол суық қана. Мынадай жағдайда ма? Жұбайыңыз неге қол қойып жатқанын түсінетініне сенімдісіз бе? Бұл күйеуімнің мінсіз құрылған жоспарының алғашқы сызаты еді. Әрине түсінеді, деп Олег тым қатты жауап берді. Ол жай ғана аурудан кейін әлсіреп қалды. Ештеңе етпейді. Нотариус кідіріп барып, қағаздарын папкасына салды. Онда оның жағдайы тұрақталған кезде кездесуді кейінге қалдырайық. Оның соңынан есік жабылғанда бөлме бірден суып кеткендей болды. Олегтің жүзінен күлкі жоғалды. Ол менің иығымнан шап беріп ұстады. Бұл не болды? Деп сыбырлады ол. Сен мұны әдейі істедің бе? Менің көзіме жас толып, оған қарадым. Маған шынымен жаман болып тұр, деп сыбырладым. Мен тіпті қасықты да ұстай алмаймын. Жасым шын еді, бірақ оның себебі әлсіздік емес, ыза болатын. Ол маған бірнеше секунд бойы өтірік айтып тұрма, жоқ па дегендей қарады. Сосын қолымды баяу жіберді, бірақ мен басты нәрсені көрдім. Ол маған сенуден қалды. Бұл түнде мен ұйықтаған жоқпын.
Оның тынысы тереңдеп, бір қалыпты болғанша қозғалмай жаттым, сосын ақырын төсектен тұрдым. Маған оның кабинетіне кіру керек болды. Сейф қабырғадағы шкафтың ішінде тұратын. Ол кілтті өзімен бірге алып жүретін. Бірақ бірде мен оның қосалқы кілтті қайда жасырғанын байқап қалғанмын, жоғарғы сөредегі ескі кітаптардың артында. Саусақтарым қалтырап, кішкентай темір кілтті тауып алдым. Сейф дыбыссыз ашылды. Ішінде құжаттар салынған папкалар жатты. Мен оларды тез парақтадым. Анамның шоттарынан үзінділер, өсиетхананың көшірмелері, менің медициналық анықтамаларым. Бірақ ең бастысы бөлек конвертте жатты. Бірнеше бос ампула, шприц және дәрігердің мөрі бар күшті препараттың рецепті. Дәрігердің есімі маған ештеңе айтпады, доктор Романов, психоневролог. Мен ескі қысқы етіктердің қорабында жасырып жүрген ескі телефонымды алып, бәрін тез суретке түсіріп алдым. Бұл менің алғашқы айғақтарым еді. Таңертең Олег қайтадан қамқор кейпіне енді. Ол таңғы ас салынған подноста келіп, маған таныс 2 капсуланы ұсынды. Ішіп ал, Лена. Күш жинауың керек. Ертең нотариус тағы келеді. Мен мойынсұнғандай басымды изедім. Ол ас үйге шыққанда мен дәрілерді халатымның қалтасына тез тығып тастадым. Оның бірін сақтап қою керек еді. Күні бойы мен тек бір нәрсені ойладым. Сыртқы әлеммен қалай байланысуға болады. Кенет есіме түсті әкемнің ескі досы, адвокат Игорь Дмитриевич. Оның нөмірі баяғыда ескі телефон кітапшасында жазылған еді, бірақ мен қоңырау шала алмайтынмын. Сол кезде менің көзім ауладағы қоқыс контейнерлеріне түсті. Ой бірден келді, ессіз ой. Бірақ басқа амалым болмады. Мен парфюмнің бір бос құтысын алдым да, ішіне адвокаттың нөмірі мен қысқаша көмек сұраған жазбаны салдым. Сондай-ақ ішіне бір капсуланы және анамның кішкентай алтын түйреуі үшін брош салдым. Құтыны тауып алған адам оны лақтырып тастамау үшін. Түн ортасында мен ас үйге ұрланып барып, терезені аштым да құтыны лақтырдым. Ол қараңғыда доға жасап ұшып барып қоқыс контейнеріне дүңгетіп түсті. Енді тек күту ғана қалды. Таң ауладағы ауыр шудан басталды. Мен бірден түсіндім. Қоқыс машинасы келді. Қонақ бөлмеде терезе алдында Олег тұр еді. Ол төменге, аулаға қарап тұрды. Мен оны дәлізден бақылап тұрдым. Гүрсіл, сықыр. Кейін қозғалтқыш гүрілдеп, машина баяу кетіп қалды. Кеудем қысылып кетті. Енді тек біреу құтыны ертерек тауып алды деп үміттену ғана қалды. Лена, тұр, деді ол артына бұрылмастан суық дауыспен. 1 сағаттан кейін нотариус келеді, бұл жолы ешқандай фокус көрсетпе. Ол бұрылып, тура маған қарады. Қолың енді дірілдемейтін болады. Түсінікті ме? Тура сағат 11-де пәтерге Виктор Сергеевич қайтадан келді. Ол өткен жолғыдан да шаршаңқы көрінді. Олег маған қарама қарсы отырып, әр қимылымды бақылап отырды. Мен қаламды алдым. Бұл жолы мен басқаша әрекет етуді ұйғардым. Мен қағазға баяу еңкейдім де, кенет қолымды тартып алып, құжатқа адырайып қарап қалдым. Онда, деп сыбырладым, онда бет тұр. Мен ауа жетпей жатқандай ауыр тыныс ала бастадым. Ол маған әріптердің арасынан қарап тұр. Лена, мына спектакліңді қой, деп Олег ызамен сыбырлады. Бірақ нотариус орнынан тұрып кетті. Мен бұған қатыспаймын, деді ол кесіп. Мұндай жағдайда адам құжатқа қол қоя алмайды. Ол күйеуіме суық жанармен қарады. Жұбайыңызға сенім хат емес, медициналық сараптама керек. 1 секундтан кейін ол қағаздарын жинап үлгерді. Есік тарс жабылды. Тағы бір уақыт ұтылды. Бөлмеде тыныштық орнады. Олег маған бірінші рет көріп тұрғандай қарады. Өзіңді ең ақылдымын деп ойлайсың ба? Деді ол ақырын. Жынды болып көрінгің келе ме? Ол менің қолымнан шап беріп ұстап, жатым бөлмеге қарай итеріп жіберді. Өте жақсы. Демек, жынды боласың. Есік жабылды, мен есік құлпының дыбысын естідім. Мен төсекке сүйеніп, еденде ұзақ отырдым. Пәтер іші тыныш еді, кенет телефон шырылдады. Олегтің қонақ бөлмеде тұтқаны алғанын естідім. Алло, деді ол ашумен. Бірнеше секундтан кейін дауысы өзгерді. Сіз кімсіз?
Қандай Игорь Дмитриевич? Не айтып тұрғаныңызды түсінбедім. Ол тұтқаны тастай салды. Қадамдар жатын бөлмеге тез жақындады. Есік ашылды. Игорь Дмитриевич деген кім? Деп ақырды ол. Және ол неге ақ құс ұшуға дайын ба? Деп сұрайды. Мен еденнен баяу көтерілдім. Ақ құс, бұл әкемнің адвокаты екеуміздің арамыздағы ескі құпия белгі еді. Демек, құты табылған. Не айтып тұрғаныңды білмеймін, дедім мен сабырмен. Мүмкін сен жай ғана шаршаған шығарсың. Ол қолын көтеріп, маған қарай адымдады. Бірақ дәл осы сәтте кіреберіс есік гүрсілдеп ашылды. Пәтерге адамдар лап қойды, 2 полицей, және соңында Игорь Дмитриевич. Алекс лейіп қалды. Не болып жатыр? Деп айғайлады ол. Адвокат сабырмен жақындап келді. Адамды құтқару болып жатыр. Ол маған мұқият қарады. Лена, сен жақсысың ба? Мен басымды изедім. Ол мені қамап ұстады және дәрі ішуге мәжбүрледі. Бұл өтірік. Деп Олег айғай салды. Менің әйелім науқас. Оны қазір тексереміз, деді адвокат сабырмен. Ол кішкентай пакетті шығарды, ішінде капсула жатты. Экспресс-анализ жасалды. Бұл күшті нейролептик және ол адамға дәрігердің рұқсатынсыз берілген. Және бұл ғана емес, деп жалғастырды Игорь Дмитриевич күйеуіме қарап. Менің қолымда сіздің соңғы 1 жылдағы қаржылық айла-шарғыларыңызды растайтын арыздар мен құжаттар бар. Бұл ордер рәсімдеуге толықтай жеткілікті. Олег боп-боз болып кетті. Алғаш рет оның жүзінен сенімділіктің жоғалғанын көрдім. Қамқор күйеудің маскасы бір жолата қирады. Ол бірдеңе айтпақ болды, бірақ полицейлердің бірі оның қолын бұрап үлгерді. Бұл қателік. Сіз ештеңе түсінбейсіз. Деп бастады ол. Бірақ оның сөзін ешкім тыңдамады. 1 минуттан кейін оны пәтерден алып шықты. Мен бөлме ортасында тұрып, бойымдағы айлап жиналған кернеудің біртіндеп жоғалып жатқанын сезіндім. Игорь Дмитриевич иығыма қолын қойды. Бәрі бітті, Лена. Енді сен қауіпсізсің. Айтшы, сейфтегі суреттер бар ма? Мен үнсіз оған ескі телефонды ұсындым. Мұнда бәрі бар. Ол суреттерді тез қарап шықты да, риза кейіппен басын изеді. Өте жақсы. Бұл мәселені түпкілікті жабады. Арада жарты жыл өтті. Сот тыныш өтті, жаңалықтарда шу болған жоқ, бірақ мен бәрібір қатысуды талап еттім. Мен бірінші қатарда отырып, Олегтің түрме киімінде шыны қоршаудың артында тұрғанын көрдім. Кейде ол өкінгендей кейіп танытты, кейде шаршаған әрі ауру адамдай көрінгісі келді, бірақ көбінесе жерге қарап отырды. Менің жанарымнан қашты. Сот оны 12 жылға бас бостандығынан айырды. Препараттарды жазып берген дәрігер 8 жыл алды. Үйді мен бірден сатып жібердім. Мұндай естеліктерді сақтау үшін ол тым әдемі. Ол ақшаға қала орталығынан шағын пәтер сатып алдым. Менің парфюм коллекциям менімен бірге көшті. Енді құтылар қабырға бойындағы арнайы шыны сөрелерде тұр. Олардың әрқайсысы өткенді еске түсіреді, бірақ енді ауырсынусыз. Біраз уақыттан кейін мен сол қоқыс контейнерінен құтыны тауып алған адамды таптым. Оның есімі Артем, коммуналдық қызметтің жас жұмысшысы екен. Ол түйреуішті тауып алып, не істерін білмей, полицияға апарыпты. Дәл осы нәрсе Игорь Дмитриевичке тексеруді тез бастауға көмектескен екен. Мен оның колледждегі оқу ақысын төлеп бердім, сондай-ақ өз құтыларымның бірін сыйға тарттым. Әр хикаяның жақсы жалғасы болуы керек, дедім мен оған сол кезде. Уақыт өте келе мен әлсіз болып көрінуді де, бойымда жоқ күшті көрсетуді де қойдым. Мен жай ғана өмір сүре бастадым. Кейде түнде Олегтің дауысы әлі де түсіме кіреді, бірақ мен оянып, терезеге жақындаймын да, қаланың оттарына қараймын. Олар шынайы еді, мен де шынайымын. Бірде кешкісін маған Игорь Дмитриевич қоңырау шалды. Лена, қалайсың? Деп сұрады ол. Бір жерде кешкі ас ішсек қайтеді деп ойлап едім. Мен жымидым. Рахмет, Игорь ағай, бірақ бүгін қолым тимейді. Жұмысым бар. Мен өтірік айтқан жоқпын. Алдымда үстелде ашық ноутбук тұрды.
Мен иіс сулар туралы шағын блог үшін иістердің естелікті қалай сақтайтыны туралы алғашқы мақаламды жазып жатқанмын. Терезе сыртында аспан баяу қарайып бара жатты. Осы кеште мен анық білдім. Менің хикаям енді ғана басталып жатыр.